Бүгінгі аят Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Илейхи марджи'укум джами'a ва'даллахи хаққа иннаху ябдa'ул халқа сумма ю'идух лияджзияллазина аману ва'амилус-салихати билқист валлазина кафару лахум шарабун мин хамими ва'азабун алимун бима кану якфурун» дейді. Яғни қиямет күнінде бәріңнің оған қайтуларың бар. Бұл Алланың хақ уәдесі. Әлбетте әуел баста барлық жаратылысты оның өзі жаратады. Осы жерде әуел баста барлық жаратылысты оның өзі жаратады деген сөзге мән беруіміз керек. Неге? Кейбір адамдар Алла Тағала бізді өлгеннен кейін қайта тірілте алмайды деп ойлайды. Негізі өлгеннен кейін қайта тірілту оңай ма, жоқтан бар қылу ма? Жоқтан бар қылу оңай. Мәселен, бір көлікті бірінші рет істеп шығару қиын. Бірінші моделін, бірінші нұсқасын жасау қиын. Сол үшін де әртүрлі көрмелерге, выставкаларға бірінші нұсқасын алып барады. Әлі көп немен шықпаған болса да, бірінші істеп шыққанын алып барады. Неге? Болды, осы нәрсені біз істей аламыз деген сөзді. Енді ақшаға келісімшартқа отырып, мыңдаған керек тираждармен, керекті сандармен шығарып бере береміз деген сөзді. Аллах субханаху ва тағала біздердің назарымызды осы нәрсеге аударды. Әуел баста жаратты деп жатыр. Алла Тағала бізді жоқтан бар қылып жаратты ма? Демек, дүние салғаннан кейін қайтадан тірілту де Алла Тағаланың құдіретіне түк емес. Сол нәрсеге көңілімізді аудартып жатыр. Ол Алла әрбір істі басқарады дейді. Аллах субханаху ва тағала, біздің қазақта бір керемет сөз бар: құдайсыз құрай сынбайды деген. Барлық істі басқарады. Құрайдан тартып, одан нәзік, одан кіші нәрселерден тартып, сондай үлкен аспан денелерінің арасындағы бүкіл мәселенің барлығын Алла Тағала өзі басқарады. Содан соң иман келтіріп, игі амалдар істеп өткендерді әділдікпен сый беру үшін қиямет күнінде қайта тірілтеді. Кәпірлік жолын ұстанғандар үшін болса, қайнап тұрған судан болған сусын және кәпір болғандықтар үшін жан түршігерлік азап бар дейді. Алла сақтасын, Алла Тағала баршамызды жәннатқа жетуді нәсіп етсін, Алланың тозағынан сақтасын. Берахметке рахмет.